Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 32-ші сабақты орындайтын боламыз. Балалар, сабақты бастамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және қоңырау шанды басып қойыңыздар. Біз сабақты жалғастыратын боламыз. Бізде тақырып шамалардың мәндеріне амалдарды қолдану. Бірінші тапсырмада бізде амалдарды орында делінген. Бұл жерде бізде 100 кг азайтылған жақшаның ішіне 72 кг қосылған 28 кг деген. Ол бізде 0-ге тең болады. Ол қалай 0 кг болып шығады? Біз есептейік. 72 қосылған 28 дейміз. 72 бізде 70 пен 20-ның қосындысы. 28 бізде 2 мен 8-ның қосындысы деп аламыз. Бізде 70 пен 20-ны қосақ 90, 2 мен 8-ді қосақ 10 бізде 100-ге тең болады. 100-ден 100-ді алсақ бізде 0 болады екен. Келесі біз 70 метр азайтылған жақшаның ішіне 100 метрден аламыз 62 метр. Тең бізде 32 метрге тең екен. Бұл қалай 32 метрге шығады? Біз бұл жерде 100-ден 62-ні азайтатын боламыз. Бізде 190 мен 60-ның азайтындысы, 62 10 мен 2-ның азайтындысы деп аламыз. Сонда бізде 30 мен 8 шығады. 30 мен 8-ді қоссақ 38-ге тең. 70 пен 38-ді аламыз енді. Бұл жерде 70 дегеніміз 60-тан 30-ның азайтындысы, 38 10 мен 8-дің азайтындысы деп аламыз. Сонда бізде жауабы 30 мен 2 шығады. Бізде 32-ге тең болып тұр екен. Келесі бізде жақшаның ішіне 18 литр қосылған 33 литр, азайтылған 37 литр деген. Ол бізде 14 литрге тең. Бұл қалай 14 литр шығады десеңіздер, 18 қосылған 33 демек біз 10 мен 30-ның қосындысы деп аламыз, 8 мен 3-ның қосындысы деп аламыз. Бізде 10 мен 30-ды қосқанда 40, 8 мен 3-ді қосқанда 11. Бізде ол 51-ге тең болады екен. Енді бұл жерде біз 51 мен 37-ні азайтындысы дейміз. Бізде 51 40 пен 11-дің қосындысы, 37 30 пен 7-ның қосындысы. Енді жақшаның ішіне алайық. 40-тан 30-ды аламыз, және қосылған 11-ден 7-ні аламыз. Бізде 40-тан 30-ды алсақ 10, 11-ден 7-ні алсақ 4 тең, 14-ге тең болып тұрген. Келесі бізде 53 центнерден жақша ішіне 90 центнер және 37 центнер деп тұр. Тең 0-ге деп тұр. Бұл жерде біз 90 мен 37-ні аламыз. 90 38 бен 10-ның, 37 30 бен 7-ның қосындысы. Демек, жақшаның ішіне біз 80 мен 30-ды аламыз және қосылған 10 мен 7-ні аламыз. Бізде 80 мен 30-ды алсақ 50, 10 мен 7-ні алсақ 3-ке тең екен. Тең 53. Демек, 53-тен біз 53-ті алатын болсақ, ол бізде 0-ге тең болады екен. Келесі екінші тапсырма есепті шығар деген. Досымның әкесі электрші болып жұмыс істейді. Ол электр сымдарын жүргізу үшін ұзындығы 100 метр болатын бір орамасын сатып алды. Және оның 60 метрін жұмсады. Орамда неше метр сым қалды деген. Бұл жерде бізде сатып алды 100 метр, жұмсады 64 метр, қалды неше метр екен сұрап тұр. Біз бұл жерде сатып алынғанымен жұмсаған затын метрін азайтатын боламыз. Сонда 100 бен 64 аламыз. Ол бізде 100 деген 90 мен 10-ның қосындысы, 64 деген 60 пен 4-ның қосындысы. Демек, бұны жақша аламыз. Біз 90-нан 60 аламыз және қосынған 10-нан 4 алатын боламыз. 90-нан 60 алсақ 30, 10-нан 4 алатын болсақ 6 болады. 30-ға 6-ны қосақ 36 болады екен. Жауабы бізде орамда 36 метр сым қалды. Енді біз кері есеп құрастыратын боламыз. Бізде сатып алды 100 метр, қалды 36 метр, жұмсады неше метр екенін сұрап тұр. Енді біз осыларды сатып алғанымен қалдыдан біз азайтатын боламыз. Демек, 100 деген сол бізде 90 мен 10-ның қосындысы 36, 30 бен 6-ның қосындысы. Енді біз 90-нан 30-ды алатын боламыз. 10-нан 6-ны алатын боламыз. Бізде 90-нан 30 алсақ 60, 10-нан 6-ны алсақ 4, демек 60 пен 4-ті қосақ 64 болады екен. Жауабы ол бізде 64 метр жұмсады екен. Келесі бізде үшінші тапсырма есептерді шығар деген. Жәрмеңкеде 60 центнер жылқы еті және 42 центнер сиыр еті әкелінді. Сиыр етіне қарағанда жылқы еті неше центнер артық әкелінді дейді. Және осы есепке кері есеп құрастыру және оны шығар делінген. Бірінші біз жылқы еті 60 центнер деп тұр, сиыр еті 42 центнер бізде артық деп тұр. Демек, бұл жерде шешу біз 60 пен 42-ні азайтатын боламыз. 60 деген сол 50 мен 10-ның қосындысы, 42 40 пен 2-ның қосындысы. Енді біз бұл жерде 50 мен 40-ты жақшаға аламыз. 50-ден 40-ты азайтатын боламыз және қосылған жақшаның ішіне 10 мен 2-ні алатын боламыз. Тең бізде 50 мен 40-ты алғанда 10, 10-нан 2-ні алғанда 8 болады. Тең 18-ге тең болады екен. Жауабы сиыр етіне қарағанда жылқы еті 18 центнер артық әкелінді. Енді бұл есепке біз кері есеп құрастырамыз. Бізде жылқы еті 60 центнер деп алайық, сиыр еті 42 центнер деп алайық. Бізде қанша центнер екен сұрап тұр. Біз бұл жерде 60 пен 42-ні қосатын боламыз. 42 дегеніміз ол 40 пен 2-ның қосындысы. Демек, жақшаның ішіне 60 қосылған 40, жақшаның сыртында қосылған 2 дейміз. Демек, 60 пен 40-ты қоссақ 100, 2-ның өзін жазамыз. 100 бен 2-ні қоссақ 102 болады. Барлығы 102 килограмм ет
Келесі балалар 4-ші тапсырма есепті шығар. Анам екеуміз 15 литр алма және 9 литр жүзім шырын дайындадық. Анам екеуміз жемістердің барлығы неше литр шырын дайындадық. Бізде алма 15 литр, жүзім 9 литр, барлығы неше литр екен сұрап тұр, иә? Сонда біз алма мен жүзімді қосатын боламыз. 15-ті 9-ға қосамыз. 9 дейміз, 5 пен 4-тің қосындысы тең. Демек, жақшаның ішінен біз 15 қосылған 5, жақшаның сыртына қосылған 4 деп аламыз. 15 пен 5-ті қоссақ 20, 20-ға 4-ті қоссақ 24 болады екен. Жауабы анам екеуміз жемістердің барлығы 24 литр шырын дайындадық. Келесі балалар бізде 5-ші тапсырма кестелерді толтыр делінген. Бұл жерде бізде бос текшелердің орнына А мен және Б белгілері тұр. Бұл А белгілері мен Б белгілерінің орнына біз сандарды орнын қойып шығатын боламыз. Демек, бұл жерде біз 8 литрді қосылған 15 литр дейміз. 8 литр бұл бізде 3 пен 5-тің қосындысы тең. Біз 3 литр қосылған жақшаның ішіне 5 литр қосу 15 литр деп аламыз. Тең 3 литр қосылған 20 литр. 3 литр 20 литрге қоссақ 23 литрге тең. Келесі біз 23 литрді А-ның орнына қоятын боламыз. 23 литр қосылған 15 литр. Бізде 23 ол 20 мен 3-тің қосындысы, 15 10 мен 5-тің қосындысы. Демек, 20 мен 10-ды қосатын боламыз жақшаның ішіне, және қосылған жақшаның ішіне 3 пен 5 литрді қосатын боламыз. Демек, бізде 20 мен 10-ды қоссақ 30, 3 пен 5 98, 38 литрге тең екен. Келесі бізде Б нұсқасының орнына сандарды қойып шығамыз. Оған 17 центнерден аламыз 7 центнер дейміз. 17 центнер бізде 10 мен 7-дің қосындысы. Демек, біз 10 центнер қосылған жақшаның ішіне 7 центнерден азайтамыз 7 центнер. Ол бізде 10 центнерге тең болады. Келесі бұл мәннің орнына біз 22 центнерді қосамыз. Азайтылған 7 центнер тең. Бізде 22 10 мен 12-дің қосындысы. Демек, 10 центнер қосылған жақшаның ішіне 12 центнер азайтылған 7 центнер. Тең бізде 10 центнер қосылған 5 тең, ол бізде 15 центнерге тең болады екен. Келесі балалар 6-ші тапсырма ұзындығы 1 метр 50 сантиметр жұптың 5 дециметрі қиып алынды. Қалған жұптың ұзындығын тап делінген. Болды, бізде 1 метр 50 сантиметр қиып алынған 5 дециметр қалды неше метр екен сұрап тұр. Демек, 1 метр 50 сантиметріміз ол 1 метр 50 сантиметр, 5 дециметр дегеніміз ол 50 сантиметр. Біз оладан асайтатын болсақ 1 метрге тең болады екен. Жауабы қалған жұптың ұзындығы 1 метрге тең. Келесі балалар 7-ші тапсырма теңдеулерде шешілген. Бұл жерде бізде 1-ші тапсырмада 52 азайтылған x тең 29 деген. X тең 52-ден біз 29-ды алатын боламыз. X тең 23-ке тең болады. Енді тексереміз. 52-ден 23 алсақ, бізде 29-29-29-ға тең екен. Келесі бізде y қосылған 35 тең 97. Y тең біз қосу амалы азайту амалына айнала 97-ден 35-ті аламыз. Y тең 62. Енді тексереміз. 62-ні 35-ке қосамыз, ол бізде 97-97-ге тең екен. Келесі балалар 8-ші тапсырма амалдар тізбегін орында деген. Бірінші біз азайту қосу амалдарын орындап жауабын айтатын боламыз. Бұл жерде енді бірінші біз нәзерде 16 мен 4 азайтатын боламыз. Ол бізде 12-ке тең екен. Одан шыққан мәнді 8-ге қосамыз. Ол бізде 20-ға тең екен. Одан шыққан мәнді 20-дан азайтатын 1-ге. Ол бізде 19-ға тең екен. Енді біз 19-ды 23-ке қосатын боламыз. 19 бұл 10 мен 9-дың қосындысы, 23 бұл 20 мен 3-тің қосындысы. Демек, жақшаға алатын болсақ 10 мен 20-ны қосамыз. Және қосылған жақшаның ішіне 9 мен 3-тің қосындысы деп аламыз. 10 мен 20-ны қоссақ 30, 9 мен 3-ті қоссақ 12 тең 42-ке тең болады екен. Келесі бұл 42-ден шыққан мәнді біз 11-ден азайтатын боламыз. Демек, 42 ол бізде 40 пен 2-ның қосындысы, 11 10 мен 11-дің қосындысы. Бұл жерде жақшаға алатын болсақ 40 пен 10-ды азайтамыз, және қосылған жақшаның ішіне 2 мен 1-ді азайтатын боламыз. 40 пен 10-ды азайтсақ 30, 2-ден 1-ді алсақ 1, ол бізде 31-ге тең екен. Келесі біз осыдан 31-ден шыққан мәнді 26-ға қосатын боламыз. 31 мән. Бұл жерде 36 деп жазылып кетті. Сіздер қатесін жөндеп 31 деп жазып қойсаңыздар болады. 31 мәнін қосамыз 26-ға. 31 мәні дейміз, ол 30 пен 1-дің қосындысы, 26, 20 мен 6-ның қосындысы. Демек, біз жақшаның ішіне 30 қосылған 20 дейміз. Және қосылған 1 қосылған 6 дейміз. 30 пен 20-ны қоссақ 50, 1-ден 6-ны қоссақ 7 тең 57-ге тең екен. Балалар бізде 9-шы тапсырма амалдарды орында. Бізде мына жерде қосу және азайту амалдары берілген, және бос текшенің 4 бұрышты текшені толтыратын боламыз. Бізде 16 сантиметр қосылған 48 сантиметр, ол бізде 64 сантиметрге тең. Келесі 72 сантиметр тең 60 сантиметр және 12 сантиметрге тең болады екен.
келесі 1 метр азайтылған 8 дециметр ол тең болады екен 20 сантиметрге. 57 центнеріміз азайтылған 43 центнер ол бізде 14 центнерге тең болады екен. 40 литр азайтылған 15 литр ол бізде 25 литрге тең болады екен. Келесі балалар бізде соңғы тапсырма. Әр сөредегі ыдыстарда бірдей мөлшерде су бар. Құмыраға неше стақан су құяды? Кесеге шеделінген. Бұл жерде бізде бір құмыра бір кесеге тең екен. Бір кесеміз 2 стаканға тең екен. Бір құмырамыз 2 стаканға тең екен. Жауабы құмыраға 2 стакан су құяды. Кесеге 2 стакан су құяды екен. Балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналым сіздерге пайдалырақ болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше.